деген түрім де өзім де шаршап қалыппын ғой кәдімгідей. Бірақ шаршасам да қандай жағдай болса да сіздерге сторис салмай ұйықтамайтын болыппын. Сіздермен әңгімелеспей, бәрін сіздерге айтпай жатып ұйықтамаймын. Себебі уже маған әдет болып қалды сіздерге бәрін айту. Жалпы сіздер үшін маған комментарий жазасыздар, бәрін оқып жатырмын. Мен сіздердің жазып жатқан маған дайректке болсын, комментарий болсын, бәрін оқып жатырмын. Бірақ мен сол жазып үлгермей жатырмын. Представляете, себебі менде білесіздер, ана жақта кешке шейін жүремін. И мына жақта түнде бірақ үйде боламыз. Соның кеше шаршап қалып жатқан бар. Но маған сіздермен сөйлескен сонда да қызық. Одан сайын жақын болған сайын маған одан сайын қызық болып жатыр өзім туралы айту, жалпы осы барлық ситуация туралы. Бүгінгі рилс туралы айтсам, бұл жерде бірінші менің биге оқуға түсе алмай қалғаным көрінген. Түсе алмай қалғаным болғанда қалай енді? Көбісі білесіздер, бұрын айтатын еді ғой, би саған нан бола ма, не істейсің билеп, керек емес, қажет жоқ деп, биді бір мамандық ретінде көрмейтін билеген қыздардың бәрі ол бұзылған қыздар деп неше түрлі әңгіме айтатын еді ғой. Бірақ мен кішкентай кезімде, мектеп кезімде биге қатысып, қыз сыны, күзгі бал деген сияқтылардың бәріне қатысып билеп жүретін. Ол маған қатты ұнайтын. Жалпы бұл жерде айтқым келгені, көп қыздардың өзін таңдауы болмайды. Мен сол туралы айтқым келгені. Оларға ата-анасы либо басқасы деген сияқты осы мамандыққа түс дегенмен түседі көбісі да. Бірақ кейін уақыт өте келе сол өзі қалаған нәрсені жасап, мысалы менде айтып тұрмын, күзгі балалар, қыз сыны бар, соларға қатысып жүрмін. Енді қазір көрдіңіздер ме, уже Мисс Қазақстанға қатысып жатырмын. Оның бәрі сол кішкентай кезімдегі арман мақсаттарым енді орындалып жатырған сияқты. Және де еще айтасыздар ғой, Айгүл, сен неменеге билей бересің деген сияқты. Би мен үшін хобби сияқты ғой. Билеген просто ұнайды маған. Ол жерде маған ол бір жұмыс ретінде қарамаймын, либо басқаша емес. Любой адамның өмірінде бір хобби болады. Бір содан адам энергия алады. И менің алатын энергиям осы биде. Мен билеген кезде рахаттанам. Кәдімгідей күшті, енді мен үшін күшті сезім. Біреуге мүмкін тамақ істеген ұнайды, біреуге бір сурет салған ұнайды, біреуге бір әртүрлі нәрсе, біреуге ән айтқан ұнайды. Басқаша да енді, ал маған билеген ұнайды. Енді келесі жаңағыдай семейный өмірдің алдындағы тәтті кездер деп айтайықшы. Және де қателесіп кетіппін. Бұрынғы жолдасыммен деп айтудың орнына күйеуіммен деп айтып жүріппін. Біз бұрынғы жолдасым екеуміз қалай таныстық, примерно соны түсіндіріп кеттім. Екеуміз де жұмыс істеп жүрген кезімізде таныстық деген сияқты. И бәрі күшті болды, күшті жүрдік, күшті уақыттар өткіздік. Ол маған кәдімгідей қызбен жігіт болып жүрген кезімде гүлдер, сыйлықтар, күніге мені бір жерге апарып тамақтандырып, забота дейді ғой. Сондай нәрсені толығымен көрген адаммын да ол кезде. Және білесіздер, мен анам мен әкемді екеуін бірге көрмегеннен кейін, отношение деген жалпы қандай болады, мен соны түсінбегеннен кейін, мен адамның тек қана бер жағын емес, ар жағын зерттеп қарай алмадым. Мені негізі әкесі өскен қыздар толығымен түсінеді деп ойлаймын. Біз әкесі өскен қыздар көбінде отношениеде бізді тастап кетер ма деп бізде сондай қорқыныш болады. Ана адамнан айырылмай тастап қаламыз да, мені главное тастап кетпесінші, мен тастап кетпес үшін бәрін жасаймын деген сияқты. Одан бөлек олардың бізге одобрениясы, және де біздің дистанциядан өтіп, границамыздан өтіп сөздер айтса да оған да көне салатын моменттер болады. Көнбейтін сөздерге, жағдайларға көнеміз біз негізі әкесі өскен қыздар. Бізге ол как будто бы норма сияқты. Басқа әйелдер мысалы күйеулері жасап жатқан нәрсе, олар мысалы сразу қойып тастайды, жоқ маған бұл керек емес, маған ол ұнамайды деген сияқты. Ал бізде ондай болмайды. Себебі как будто біз ол нәрсені айтсақ, іште и бізді все тастап кете салатын сияқты. Негізі тағы да, видите, барлық әңгіме ата-анаға қарай кетіп қалып жатыр. Енді осы жерде тағы да менің анам туралы, әкем туралы әңгіме болып кетейін деп тұр. Сіздерге барынша енді отношение қарай әңгіме айтқым келіп тұр. Но сонда да біздің отношение құруымыздың өзі сол жаққа кәдімгідей
қатысты болып тұр ғой. Себебі мен әкем мен анамның өзі бірге, мысалы бірге бүйтіп бір семья қалай өмір сүреді деген сияқты ондай үлгі ала алмадым. Анамның ақылын ала алмадым. Қызым, отношениеда мынау жақсы, мынау жақсы емес, былай болады, былай болмайды деген сияқты нәрсені де ала алмадым. И одан кейін менде әкенің махаббатын көрмеген адам, сен басқа енді өмірінде жолыққан жігіттің махаббатын көріп, оны саған жаңағындай жасап жатқан жақсылығын, заботасын көргеннен кейін сен автоматом все, мына мен өмірімдегі адамым сияқты уже идеализировать етіп аламыз. Болды, осы мен өмірімнің аяғына дейін бірге боламын, бақытты ғұмыр кеше. Бүгінге айтқым келгені осы. Ертең тағы да сериал шығады, сол жақта толықтай сіздерге осылай кешкісін келіп бәрін түсіндіретін боламын. Сол үшін мен сторисімді күтіңіздер. Күн болсын, түн болсын сіздер үшін салатын боламын. Себебі мен сіздерге айтқам және сіздердің маған айтып жатқан әңгімелеріңіз өте қызық. Енді мен сіздерге айтайын ба, неше түрлі историялар келіп жатыр. Кәдімгі жүрегім ауырады ана историяларды көріп тыңдасам. Поддержка бергенше беріп жазып жатырмын. Жазбай қалсам мен сіздерді оқымайды деген сөз емес. Просто менде уақыт болмай қалады. Сәл қазір Миссис бар, маяқта сериал бар, басқа бар, кішкене бала шаға деген сияқты. Соның бәрін үлгеру маған шынымен де қазіргі сәтте қиын болып жатыр. Бірақ сіздер барсыздар, мен сіздерге айтамын, сіздер маған жазасыздар, мен сол кезде қуанып қаламын. Главное, сол үшін жазуды тоқтатпаңыздар. Мен де сіздер үшін осылай шығып барын айтуды тоқтатпайтын боламын. Все, онда баршаңызға қайырлы түн. Енді бірінші желанияма келсе қалайық. Желанияға или желания емес просто. Желание қатты ауыр желаниялар емес па? Жоқ, мысалы типа гули маған массаж істейді, гули маған массаж істейді, гули маған массаж істейді деп мен таңдауым мүмкін. И сен де сосын Хорошо. таңдайсың. Все, Да. желанияға давай. Раз. Көзін жұм. Сен ыдыс жуасың, сен ыдыс жуасың, сен ыдыс жуасың. Енді сен қарама. Сен массаж істейсің, сен массаж істейсің, сен массаж істейсің. Сен бір жел. Істеймін ба массаж или істемеймін ба? Істемейсің. По-любому мен гули болсам, по-любому ортасын таңдамас едім. Ыдыс жумаймын ғой, Жуып тұрсың ғой. Массаж бар ма, жоқ па? Бар ғой бауырым. Қой істеймін, давай. Жумайсың. Жасай бір нәрсе. Жасайын ба, жасамайын ба? Жасап атсың ғой уже. Давай. Что там? Жуып тұрсың ғой. Наоборот, ойнап отқан жоқпыз ғой, как будто. Бір түрлі адаммен кезінде қалай таңдағансың ба? Молодец. Жасайын ба, жасамайын ба? Жоқ. Так, сен, короче, былай таңдағансың ғой, примерно ше, или былай таңдағансың, поэтому мына жақта аласың ғой, короче. Жумайсың. Я думаю. Істемейсің массаж. Ыдыс жуасың. Займ алып тұр болды. Былай таңдағам ғой. Бір түрлі кесіп. Бля, ыдыс көп қой. Біліп тұрың ақ кеткен. Кішкене ұнамайды. Қолым шығып қалды. Достар, мен шоке болып тұрмын ше. Ана сезімді айтып жеткізе алмай тұрмын, потому что мен жаңа ғана бір нәрсе естіп қалдым да. Бір адам мен туралы бір сырды айтқан екен да. Мен ол адамға сеніп айтқан едім. Хорошо, что ол оны бір жақсы адамға айтқан екен ше. И андай ер адам ғой, өйткені өте андай төмен болды да. Именно сол адамның секреттарын мен ешкімге айтпай прям. Вроде ол адамға күлетіндей секрет емес еді, бірақ настроением біртүрлі болып қалды да. Вроде ер азамат қой, неге бір мужской характері жоқ деген сияқты андай түсіп кетті ше, кім екенін айтпай-ақ қояйын. И хорошо, что жақсы адамға айтыпты дедім да. Ол адам ешқандай жерге жаймайды, типа көрсетпейді деген сияқты. И бөлмеме кіріп ақшамның уақытын күтіп, андай құран оқып отқан ғой, сөйтсем доставкамен гүл келіп тұр ғой. Вообще күтпедім мен. Қыздарға ең айтайын жатырмын ғой, қыздар кім бірдеңе заказ берді ма деп доставка дегенде. Сөйтсем осындай гүл келіп тұр. Кімнен екенін білмеймін. Андай қайтында естіліп біледі да менің ол адамның секреттерін ешкімге айтпағанымды. И бәрін өзің реттеп қойшы дедім. И настроением тұрған ғой. И прям андай гүл келіп тұрғанда прям андай шоке болып тұрмын. Қазір қойып ашайын. Кім жіберген? Қалай? Парни, тату, прямо в сердце дейді. Ол қалай? Просим смотреть этот фильм через приложение ВКонтакте дейді.
түсініп тұрған жоқпын мен. Өзімді біліп деймін, жеткізіп фантазия. Планета Дубленде. Давайте ана киноны көрейік осы уақытын. Мен енді түсіндім. Осы уақытын кинодан қарау керек. Қазір көрейік. Рахмет, Алла разы болсын. Кім жіберсе де Алла разы болсын. Прям қуанып қалдым. Прям ровно келсе. Менің состоянием, прям настроением көтеріліп қалды. Талжан Ерке, не болып жатыр? Мен қатты негізі жыным ұстап тұр. Кімге? Екі қызға ма? Шолпанға. Қаншама кредита кетіп жатыр. Жібермедім деп тұр ғой ана маймылды шы. Жоқ, сен сол маймылға қарап жүр айнаның орнына деп. Қанша рет жекесіне өтіп жатыр, Ана сен бірінші бракта бақытты болмағансың десің, не әңгіме ол? Жоқ, жасы келген 34-тегі ақылы есі дұрыс адам ондай нәрсе жалпы айтады ма? Жоқ, барлығы уже үндемей отқанда мен кәдімгідей жыным ұстап отыр да, әбден Шолпанды уже қатысушылар да барлығы да бастарына шығарып кеткен сияқты. Ана уже нағыдей. Жұлдыз ауруы ма? Жұлдыз ауруы деп ойлаймын. Дым сыйластық жоқ қой. Біз мысалы ортада барлығымыз бір-бірімізге пікір айтамыз, бірақ бір-бірімізбен сыйласамыз ғой сыртта. Нормально адамгершілікпен қараймыз, Бұл дейтін мен удобный болғым келмейді деп сонда білгенін айтып, білгенін істеп жүре беремін,